балалардың тамағын берейін. Не берсем болады екен? Қазір дайындай берейін. Тұрдым. Мені тұрдым. Зор тұрдым. Қалай әсем? Жақсы өзің. Қалайсың қыздар? Жақсы. Жөнер кеттік тамашек. Ой, сәулет әте. Қалайсыз? Қайырлы таң. Жөнерге де қайырлы таң. Кәсінеге түскі асыңа апарып берем. Бабай, таң асыңа апарып берем. Сендер оған отырып жайғаса беріңдер. Жарайды. Хорошо. Я. Сау, бургер істедім. Коктейлін басқа түсірме алдым. Окей, так. Мен сендер сюрпризім. Вау. Менші. Мана. Ала ғой. Әсем. Ала ғой, әсем. Уже жеп қойды ба. Кәсінен салмасқа келгенім онда. Сәл бері отырса болмады, мен қазір келем. Әсел ма ала ғой. Рахмет. Сендер жей беріңдер, мен қазір келем. Маған сәулеті өте қатты ұнайды. Сізге де. Не деген тәтті. Қойып. Давай онда өзіміз сәулетеге өзіміздің ыдыстарымызды апарып берейік. Просто жұмысыма қарап дегенім. Жарайды, апара беріңдер. Сымбат әсел, сендер жүрде отыра беріңдер, біз қазір барамыз. Сәулете, ал. Маңыз ыдыстары. Ой, рахмет. Енді шығып қояқ. Ал енді не істейміз? Ойнаймыз, жазамыз, е? Жөнер, әсел, сымбат. Кеше жазуларын көрдім, тексердім. Бәріңе жақсы баға қойдым. Бәрің жақсы жазғансыңдар. Жаман жазған ешкім жоқ. Сондықтан бүгін де сәл солай әдемі жазыңдар, жарайды ма? Мен өзім бірінші қалайын. Вот мен де жазам. Мен өзіме сол алып кел. Вот енді мен де жазам. Бәріміз жазамыз, жарайды ма? Не шуылдап кетті? Давайте мен басты қазғанда айтайын. Алло, бастық. Мақсат ағай. Ау, не болды, Мақпал? Сәуле барлығын ұрып, барлығы нәрсені тартып алып жатыр қыздардан. Онда соны Димасқа жіберсеңізші, мен өзім жақсылап қараймын. Шынымен ба? Әрине, телефон берші Сәуле.
Söyle. Ой, не болды Мақпал? Басқыз емес сөз келіп тұр. Ha? Жарайды, мен қазір сөз келем. Бастық. Сені декретке яғни Демасқа жіберейік деп шештім. Жоқ, бастық, мен осы жерде қалғым келеді. Жарайды. Мақпал ма? Не сөйлессіңдер? Менің Демалысқа жіберейін деп жатыр.